Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 2-3 шамамен орындалатын есептер шығару. Сен 2-3 шамамен орындалатын есептерді модельдеуді үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Балалар саябақта ақшаларына төменгі заттарды сатып алған болса, оларға қанша теңге қайтарады? Мысалы, балаларда 1000 теңге болды делік. Олар 80 теңгеден 2 жүгері сатып алды. Сонда оларда қанша теңге қалды? Табу үшін 1000 теңгеден азайтамыз 80 мен 2-нің көбейтіндісін. 80 мен 2-нің көбейтіндісін. Сонда 840 қалады. Балалардың қолында 840 теңге ақша қалады екен. Енді екінші сурет бойынша қарайық. Егер балалардың қолында 800 теңге ақша болатын болса, олар оған 90 теңгеден 3 йогурт сатып алды, жеміс йогуртын сатып алды делік. Балаларда қанша теңге ақша қалды? Болды 800 теңге. Азайтамыз 90 теңгеден 3 йогурт, яғни 90 мен 3-нің көбейтіндісі. 90 мен 3-нің көбейтіндісі. 800-ден 270-ті азайтқанда сонда 530 теңге қалады. 530 теңге қалады. Енді үшінші сурет бойынша қарайық. Балалардың қолында 700 теңге ақша болды. Олар оған 60 теңгеден 2 вафли сатып алды. Балаларда қанша теңге ақша қалды? Табу үшін әуелі алдымен болған ақша 700 теңге. Осыдан азайтамыз 60 пен 2-нің көбейтіндісін. Сатып алынған өнім шығады 580. Яғни балалардың қолында 580 теңге ақша қалған екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмаға саябаққа кіретін балалар билеті 70 теңге. Ересектер билеті одан 30 теңгеге қымбат. Саябаққа кіру үшін 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасы қанша теңге төлеуі қажет? Ал тауып көрейік. Алдымен ересектер билетін тауып аламыз. Ересектер билеті балаларға қарағанда 30 теңге қымбат дейді. Яғни бірінші 70-ке 30-ды қосамыз. 30-ды қосамыз, яғни ересектер билеті бізде 100 теңге екен. 100 теңге екен. Одан кейін 2 ересек билеті қанша екен тауып аламыз. 2 ересек билеті, яғни 100-ді 2-ге көбейтеміз. 200 теңге. 2 ересек билеті 200 теңге екен. Және үшінші бізден сұрайды 3 балаға билет, 3 балалар билеті қанша екен табу үшін 70-ті 3-ге көбейтеміз. 70-ті 3-ге көбейтеміз. 210. Яғни 3 балалар билеті 210 теңге екен. Барлығын табу үшін 210-ға 200-ді қосамыз. Яғни 200 теңгеге 2 ересек билетке қосамыз 3 балалар билетін. Сонда 410 теңге шығады. 410 теңге шығады. Болмаса барлығын бір өрнек қылып былай жазсаңыздар болады. Яғни жақшаның ішіне 70 пен 30-дың қосындысы, 70 пен 30-дың қосындысы көбейтемін 2-ге қосамын 70 пен 3-дің көбейтіндісін деп жазсаңыздар болады. Яғни 410 шығады. Әсіне қарайық, саябақтағы күлкі бөлмесіне бір отбасы 125 теңгелік 2 ересектер билетін және 80 теңгелік 5 балалар билетін сатып алды. Ересектер билетіне қарағанда балалар билетіне қанша теңге артық төленді? Алдымен 125 теңгелік 2 балалар билеті қанша екенін табамыз. Яғни 125 теңгелік 2 балалар билеті қанша? Және 80 теңгелік 5 балалар билеті. 80 теңгелік 5 балалар билеті қанша екенін табамыз да екеуін бір-бірінен азайтамыз. 80-ді 5-ке көбейтеміз 400, 125-ті 2-ге көбейтеміз 250. 400-ден 250-ді азайтамыз, сонда 150 теңге қалады. Жауабын жазасыздар. Ересектер билетіне қарағанда балалар билетіне 150 теңге артық төленді. Үшінші тапсырмаға қарайық. Амалдарды баған түрінде жаз және есепте дейді. Амалдарды баған түрінде жаз және есепте. Алдымен 205-тің 3-пен көбейтіндісі орындалады. Одан кейін 108 пен 4-тің көбейтіндісі орындалады. Одан кейін барып азайту амалы орындалады. Ал орындап көрейік. Әуелі 205-ке 3-ті көбейтеміз. 205-ті көбейтеміз 3-ке. 3-5-ің 15, 5-ін жазасын. 1 ойдан 0, ойдан мен 1. 6, 615 деген сан шығады. Одан кейін 108-ді 4-ке көбейтеміз. 108-ді көбейтемін 4-ке. 108-ді 4-ке көбейткенде 2, 3, 4, 432. 615-тен 432-ні азайтамыз. 615-тен азайтамыз 432-ні. 3, 8, 1, яғни 183. Біріншісінде 183 шығады. 183 шығады екен. Енді екіншісін есептеп қарайық. Алдымен 124 пен 5-тің көбейтіндісі орындалады. Одан кейін ол шыққан санды 300-ге қосамыз. Одан кейін барып соңынан азайтамыз. 125-ті 5-ке көбейткенде 125-ті көбейтіп қарайық 5-ге. 125-ті 124. 124-ті көбейтеміз 5-ге. 124-ті 5-ке көбейткенде 0, 2, 6, 620 шығады. Одан кейін 300-ге 620-ны қосамыз. 620-ға 300-ді қосамыз арғарай. 620-ға 300-ді қосамыз. 920 шығады. 920. Одан кейін 920-дан 258-ді азайтамыз. 920-дан азайтамыз 258-ді. 920-дан 258-ді азайтамыз.
Так, 10-нан 8 азайтамын, 2. 2-нің 1 ондығы алынып кетті. 9-ның 1-ін береміз. Так, 11. 11-ден 5 азайтамыз, 6. Одан кейін 8 қалды. 8-ден 2-ні азайтамын, 6. Сонда бізде 662 деген сан шығады екен. 662 деген сан шығады екен. Так, келесі 4-ші тапсырмаға қарайық. Төмендегі өрнектерге есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Асын қарайық. Неондық шапалақ таяқша 107 теңгеден 6 дана, міне 6 дана сатып алынды, және неондық білезіктер 102 теңгеден 3 дана сатып алынды. Барлығына қанша теңге ақша төленді деп қарасаңыздар болады. Алдымен 107-ге 6-ны көбейтесіздер, 642 шығады. 102-ге 3-ті көбейтеміз, 306 шығады. Екеуін қоссақ, сіздерде 948 деген сан шығады. Яғни жарықтандырылған ойыншықтарға 948 теңге ақша төленген екен. Енді екіншісін қарайық. Екіншісінде 107 теңгеден 6 деді. Яғни неондық шапалақ таяқша 107 теңгеден 6 данасы сатып алынды, және білезіктер, неондық білезіктердің 3-еуі сатып алынды. Неондық білезіктерге қанша теңге ақша кем төленді? Так, есептеп қарайық. Алдымен 107-ні 6-ға көбейтесіздер, 642, 102-ні 3-ге көбейтеміз, 306, екеуін азайтсақ, сіздерде 336 теңге шығады. 336 теңге шығады. Сонда неондық білезіктерге 336 теңге кем төленген екен.